Нұр Отан партиясының төрағасының бірінші орынбасары болып тағайындалады. Менің орынбасарым болады. Орысша можно Сагитаев? Өзің айтып бермейсің орысшалы соны. Әр халық өзінің ана тілінде ғана бақытты. Айтылған заманында әр қазақ үшін басты бақыт туған тілі болғанда шығар, бірақ бүгінгінің санасында тіл, ұлт, дәстүр деген киелі ұғымдар жойылған. Әрине көпке топырақ шашпаймыз дегенмен, соңғы кезде де бұлтқа жасалып жатқан қасіретті қысқартпай-ақ қояйық, бастапқыдан-ақ қазақ тілі, қазақ ұлты мәселесінің төңірегінде дау бітер емес, тіпті өршіп келеді. Тілін менсінбеген адамдардың барлығының тағдыры трагедиямен біткен. Бұны әрбір шала қазақ министр білу керек. Здесь присутствуют представители русскоязычной прессы, и очевидно вам важно, чтобы вашу версию, чтобы она попала и в русскоязычную прессу. Ну, мама, милая, ну скажите несколько слов по-русски. Басын қасыған күйде қала берген сұрақ қойғыш кісінің әріптестері сенің сөздеріңді аударып берді. Олар және олар сияқты ойлайтындардың әнші қандай, тыңдаушысы да сондай деп сөз таратып, сені мамбеттеуде сенің тек қана ана тіліңде сөйлегеніңнен шығар. Бірақ мамбеттеу арқылы сені одан сайын биіктетіп тастағанын олардың өздері де білмей қалды. Мамбет деген сөзге ренжудің қажет жоқ деп мен айтқам. Бірінші бұл, мақтан алам осы. Мамбет деген сөздің түп тамыры Мұхаммед. Елді елең еткізген тағы бір мәселе сол баяғы скаттан басталды. Жұлдыздар отбасы және Аңыз адам журналдарының бас редакторы Жарылқап Қалыбай 26 тамыз күні скат әуе компаниясына тиесілі Анталия Астана бағытындағы ұшақпен елге келе жатқан. Айтуынша 5 сағаттық жолға шыдамаған бір жастан асқан баласы ауырып, жылай бергесін жұбату үшін орнынан тұрған. Жігіт ағасының бұл қылығы жол серіктерге жақпапты. Томат шырын төгіп жіберді ғой келіп неған. Мынау не десем, говорите на русском дейді маған. Сен қазақша сөйлеуің керек мына мемлекеттік тілде. Мына скат деген Қазақстанның авиалиниясы ғой деп. Ауырып тұрған баласын жұбата алмай келе жатқан азаматта стюарттың осы жауабы жақпаған. Жанжалға да осы жағдай себеп болған. Ақыры ұшақтағылар қазақша сөйле деп талап қойған кісіге қарсы арыз жазып, Қалыбай әкімшілік кодексінің 330 бабы бойынша әкімшілік жауапқа тартылып 3 тәулікке қамауға алынды. Амандық болса мен де бір күні келермін осы жерге. Жақсы. Артынша ұлтжанды азаматтар бас редакторды қорғауға көшті. Оның ісін азаматтық деп қабылдады. Жарылқап емес қазақтың тілін қорғауға келдік. Өйткені қазақстандық сот елге тарайтын ықпалды басылымның білдей бір редакторын емес, қазақтың тілі мен намысын қапасқа қамап отыр деп ашынды. Жағанды ешқандай өзінің құқын қорғауға, соттың шешімін бұзуға уақыт бермеді, оның өзі заңды бұзу деп санаймыз. Екіншіден, бұл жерде енді басты мәселе менің ойымша біздің қоғамға қызмет ететін қызметтердің, әуе компаниялардың, темір жолдың, басқаның, көліктердің қызметкерлерінің міндетті түрде қазақ тілінде білуі деген мәселесі. Бұл мәселені кезінде Бекболат Тілеухан депутат болып отырғанда да талай айтқан еді. Одан бері көп дүние өзгере қойған жоқ. Әуе жолдарына шыққан кезде стюардтар, стюардессалар мынау мемлекеттік тілге өте шала. Бір нәрсені маған қарағым, алманың шырынын беріп жер десеңіз, а деп бетіңізге қарайды. Сол сөзді сіз ағылшынша сұрасаңыз ағылшынша жауап береді, орысша сұрасаңыз орысша жауап береді, қазақша сұрасаңыз орысша жауап береді. Сонымен әншіден Нұрлан Албанның жаны ашып, Меруерт Түсіпбаева скатқа мінбеңдер деп сұхбат беріп, саясаттағы ұлтжанды азаматтар талап қойғанымен Қалыбай қамауда қазақша сөйле деген үшін 3 күн 3 түн жатып шықты. Самолетке мінсем де бәрі тек орысша. Мына 3 күн қамауда жаттым. Барлығы орысша. Бізді орысша сөйлеуге мәжбүрлейтін қоғам мынау. Қазақ жерінде, өз отанымызда біз өз тілімізде сөйлеуге мүмкіндік жоқ. Сіз білесіздер ма? Міне осындайдан әрбір мен сияқты жекелеген қазақ ашынып кейде жаңағы эмоцияға жол беріп қояды. Ұлттық мәселеге келгенде біздің әділ судьяларға тіпті Шахановты да соттай салу түк емес. Мен қанша уақытқа қамайсыңдар? Жоқ, қамалмаймыз аға. Қамайсамайсыңдар ма? Қазақстан полициясы өз міндеттерін бұлжытпай орындайды. Алматы облысында жол полиция қызметкері ережені бұзған Данияр есімді азаматқа орыс тіліндегі хаттамаға қол қоюды бұйырған. Мына құжатыңызды сіз қазақ тілінде толтырып беріңіз, мен қазақ тілінде жазып қол қойып берейін, айыппұлын төлейін. Асығыстау едім дедім.
келгеннен кейін біз өстіп жүргеніміз орыстардың арқасы, орыстар бізді өстіп қорғап қалған, орыстардың арқасында біз осындай дәрежеге жеттік деген сияқты қайдағы бір жоқ тарихты айтып бастады. Ал несиесі барлар, яғни көпшілік жақсы біледі. Несие алғанда келісімшарт қазақ және орыс тілдерінде жазылады. Бірақ көптеген банктың келісімшартында кез келген жағдайда орыс тіліндегі нұсқа басым тұрады деген жазу бар. Өкінішке орай біз талап етіп отқан жоқпыз. Біз алдымыз келген асты жей беретін. Енді хайуан деп айтпай ақ қояйын, енді кеңіс жағдайға әбден жеткеніміз рас сол. Оны мойындау керек, және мойындап қана қоймау керек. Азғантай бір намыс болу керек қой. Осыншама тексізденетіндей қанымызда қайсарлық қайда, кешегі тегіміздегі жайсаңдығымыз қайда. Ал көшелеріміз қатеге тола. Алматының өзінде аты дұрыс жазылмаған дүкендер мен бірнеше көше бар. Бұл тікелей қазақ тілін қорлау емес пе? Мемлекеттік тілді қорлау емес пе? Қазақ тілі балабақша, одан соң мектептен басталатыны белгілі. Алайда елімізде оқушылардың саны күрт көбейіп, мектептерде бос орын жоқ. Ресми мәлімет бойынша биыл 265 мың бүлдіршін мектеп табалдырығын тұңғыш рет аттады. Кейбір өңірлерде бір мектептің өзінде бірінші сыныптардың саны 14-ке жеткен. Әсіресе Алматы, Көкшетау, Қостанай аймақтарындағы балалар қазақ мектептерінің жетіспегендігінен орыс мектептеріне баруға мәжбүр. Биылғы жылы 12 сыныпқа дейін ашылып отыр. Атап айтар болсақ, бірінші А, Ә, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л сыныптары ашылып жатыр. Әлі де оқушылар келіп жатыр. Алдағы уақытта М сыныбы да ашылуы мүмкін. Ал қаладағы аралас мектептерде орын жоқ емес, бар. Бірақ ауылдан келіп қоныстанған қазақ балаларын тіркеусіз мүлдем қабылдамайды. Сондықтан қазақ мектебінен отыратын парта таппағандар босап қалып жатқан орыс мектептеріне баруға мәжбүр. Мектебімізге дегенмен оқушылардың сыйымдылығын көтере алмайды. Біздің мектебіміз өйткені 1278 оқушыға арналып салынған мектеп. Қазақстанда қазақ мектептеріне ғимарат, орыс мектептеріне оқушы жетіспей жатыр. Ал 1,5 миллион қазақ өмір сүретін Ресейде университет тұрмақ бірде-бір қазақ мектебі жоқ. Ол олма, елімізде биылдан бастап орыс мектептеріндегі қазақ тілі сағаты қысқартылды. Өз басым бұған түбегейлі қарсымын. Бұл мінез бірте-бірте ұлтты жоюға алып барады. 2-3 сағат деген ол болмайды тілге деген. Бірінші сыныпта қазақ тілі әбден жоқ. Ағылшын тіл бар. Сонда біз қай жерде тұрып жатырмыз, қай елде тұрып жатырмыз? Англияда тұрып жатырмыз ба, Америкада тұрып жатырмыз ба? Бүгінгі таңда елімізде 3 миллион оқушы болса, оның 1 миллион 700 мыңы қазақша, 1 миллион 300 мыңы орысша оқып білім алады екен. Осыған қарап, уақыт өте бәрі қазақша сайрап кетеді дегенге сену қиын. Себебі орысша оқыған 1 миллион 300 мың адам орыс тілінде сөйлеп, дәл қазіргідей қазақ тілдерімен тепе-теңдікті сақтап қалуы мүмкін. Ну, не учат же казахскому-то на самом деле. Не учат? Конечно, не учат. Тіпті баласы орыс мектебінде оқып жүрген орыс тілді ата-аналардың өздері бұған қарсы. Мы бы желали, чтобы была еще больше нагрузка, больше часов по изучению казахского языка. Тіл мамандарының сөзінше қазақ тілін үйреніп шығуға 4 айдың өзі жеткілікті. Бүгінде қазақ тілін үйренем деушілердің қатарында орыс, кәріс, ұйғыр және басым бөлігі өзіміздің қазақтар бар. Көпшілігі жаны қалағандықтан емес, мәжбүрліктен, шарасыздықтан үйренеді екен. Менің оқушыларым бар, өзге ұлттың адамдары, олар ұлттық компанияларда жұмыс істейтін адамдар. Олар мысалы аптасына 2 рет келіп жүріп, 3 жыл көлемінде мысалы мемлекеттік органдармен хат алмаса алады, өздерінің ойларын толық білдіре алады, толық баяндама ретінде қазақша хаттар, түсініктемелер жаза алады. Но я чувствую, что этого недостаточно. Недостаточно для того, чтобы наконец перестать быть чужой среди своих и слышать свой след. Шала казах. Содан да шығар, жүргізілген сауалнамаға сенсек, жастардың басым бөлігі болашағын қазақ тілімен байланыстырады. 90% жастар өздерінің болашағын осы қазақ тілімен, мемлекеттік тілмен байланыстыратындарын айтқан. Яғни олар алдарына осыны мақсат етіп қойып отыр. 1989 жылдың 22 қыркүйегінде Қазақстанда тілдер туралы заң бекітілді. Біздің тілге қазір барынша еркіндік берілген. Соған қарамастан қазақ тілін өсіргісі келетіндер мен өшіргісі келетіндер аянбай тырысып бағуда. Десе де кінәні өзгеден іздеуге үйреніп қалған халық қазақша сөйлеуді өзімізден бастайық. Бұл күнде бір кезде тоқтамыз Мәскеудің қаласының түсін ат төндіріп тұрғанда осы тілде пәрмен бергенін білу керек тарихи сан арқылы.
осы қазақтың тілі арқылы кезінде сап-сап әскерлер айғайлап ақырған кезде қалмақтың атына қан сүйгізгенін, қоқанның атына қан сүйгізгенін, бүкіл ана орыс орман жайлаған славян жұртшылығын қылыштың ұшына ұстаған осы қайсар болған жұрт екенін білетін мақтаныш, қазақ болып туғанына деген өзінің жүрегінде бір мақтаныш тұру керек. Өшпесін мәңгі есім, өзімен бірге ашамыз болашақтың есігін. Қазақ тілім намысым, келешектің танысын, өзімен бірге өз тілім орындалар әр ісім. Ана тілді ән қылып, жүреміз әркез сан құрып, қазақ тілі бар кезде, қазақ ұлты мәңгілік. Өссе тілім, мен де бірге өсемін, өшсе тілім, мен де бірге өшемін. Anamın dili, ay balım benim, anamın dili, ay gülüm benim, süyümün baylık, elimde dolun, süyümün məngə, ömürde dolun, ömürde dolun. Bekleke geldim, ustazdı gördüm, tanıdım sözün, tabınıp süyüp, anamdan ötedü, ayağı